Сәлем достар, барлығымыз ақ кроссовка немесе ақ аяқ киімді кигенді ұнатамыз. Бірақ ақ киімді қалай тазалауды, ағартып, келесі жылы ұялмай кие алатындай етіп жууды білмеуіміз мүмкін. Осы жолы сіздерге ақ кроссовканы тазалауды көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Ал бастаймыз. Бізге ас содасы, кез келген тіс пастасы және ыдыс жуатын гель керек болады. Мөлшерін шамамен алып араластырамыз. Жақсылап араласу үшін мен бір ас қасық су қостым. Осы қоспа маған 3 кроссовканы жууға жетті. Оны жеке алып кірсабынмен жуып аламыз. Астында стелкасы алынатын болса, оны да алып кірсабынмен жуып аласыз. Осылай губкамен кроссовкамызды алып сыртын жуамыз. Сосын кроссовканың сыртын жылы сумен губкамен шайып аламыз. Міне кроссовкамызды кептіріп алдық, ағарып, әдемі болып қалды. Үйде осылай жууға кеңес беремін. Қолданып көріңіздер. Нәтижесін астына комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпай, алда болатын пайдалы видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.